Сәлем құрметті көрерменім. Мынаны алуға оқталып, не таңдарыңды білмей, ескі мен жаңа көлік арасында екі ойлы болып сабылып жүрсің бе? Қазір артық және кемшіл тұстарын алдыңа жайып берем, бір шешімге келесің. Колеса KZ эфирде біз қасиетті Түркістандамыз. Ғашықтықты уағыз қылып жүр алмадым, нәпсім жеңіп әміріңді қыла алмадым, надандықпен халық әмірін біле алмадым, не қылсаң да ғашық қылшы Паруардигар. Құл Қожа Ахмет бұл бір дерт қойдыға қонбас, оянсаң да жүзіңізді қуалар жас, көз жасыңнан бөтен ешкім куә болмас, не қылсаң да ғашық қылшы Паруардигар. Қазақстанда жасалған деген стикері бар. Қостанайдағы конвейерге қойдық. Жеңілдетілген несиемен сатылып жатыр. Сонда да қоймайды. Нөмірдегі серияны қарасаңыздар, қасқырды қанша асырасаң да орманға қарап ұлиды деген осы екен ғой. Әмір Темір Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салдырайын деп үздік сәулетшілерді жалдаған. Ғимарат құрылыс кезінде бірнеше рет қирап қалады. Неге олай деп ызасы келгенде ақсақалды қария аян береді. Ұлы ұстаз Қожа Ахметтің де ұстазы болған. Соған кесене салдырмай әруаға риза болмайды. Айтқан рас болып шықты. Арыстанбап жатқан жерде көркем зират салынған соң Яссауи кесенесі бой көтерді. Маркетологтар дамушы елдерде жақсы өтетін ірі седан жасап нарықты жаулайын деген тағы да сол ақсақалды қария келіп, алдымен шағын седаннан бастап көріңдер деп кеңес берді. Айтқаны айдан анық екен. Әмір Темірді қатты ұлықтайтын өзбек бауырлар Chevrolet Aveo'ның базасында Nexia'ны жасап Кобальтқа жол ашып берді. Сонымен, көлік сатып аларда клиент қарапайым формулаға жүгінеді. Машина қымбат болмау керек. Салоны кең, жүк салғышы ауқымды болу керек. Және көліктің ресурсы жоғары болса игі. Ал егер трансмиссиясы автомат болса, модельдің шанстары тіпті арта түседі. Дизайнерлер бюджетті көліктердің сыртын әдейі нашар қылып жасай ма, айтыңыздар? Машинаға кредит алған адамның жүрегі онсыз да нашар. Тағы 5 жыл мына шамды көріп, оны жуып тазалау оңай ма? Адамды кішкене аяу керек қой. Кобальттың түрі ұсқынсыз. Мен оны саудагер келіншекке ұқсатам. Базардан 20 келі азық-түлік әкеле жататын әйелдің бейнесін елестетіңіз. Сол сияқты Кобальттың фигурасы онша емес, зато отбасын асырайды. Модельге ең оптималды амортизатормен серіппе қойылған. Аспасы машина жаман жолмен жүреді деп алдын ала дайындалған. 16 клапанды қозғалтқышы 106 аттың күшін береді. Бұл эконом кластың алтын стандарты. Машинаның массасы 1243 килограмм. Кобальттың альтернативасыз моторы 3800 айналымда 135 ньютон-метр момент береді. Қаладағы жүріске әбден жеткілікті. Багаж қақпағының ашылу электромеханикалы, бірақ салонда оған арнайы түйме жоқ. Өте қызық шешім. Мына батырманы екі рет басамыз, ашылды. Бұл кластағы ең үлкен жүк салғыш. 560 литр көлемі. Қараңыздар. Спокойно сиіп кеттім. Үйіңіз жоқ болса, бұл шағын габаритті бір бөлмелі пәтер ғой. Маған ұнамағаны заттарды салуға арналған шағын органайзер немесе сетка түріндегі қосалқы бөлімшелер жоқ. Қараңыздар, мынаның астында бір дөңгелек салуға арналған орын болды. Әшейін бос кеңістік. Бірақ ірі габаритті заттарды салуға өте ыңғайлы. Ал мынау Шымкенттегі Chevrolet'нің ресми дилері Шым Автоның орнатқан фейк диффузоры. Мұндайды қойсаңыз, стандартты моторыңызға тағы 22 аттың күші қосылады. Қалжың әрине, колхоз ба жоқ па, комментте жазасыздар ғой. Жалпы Chevrolet Cobalt'тың көптеген қосалқы бөлшектері Колеса KZ мобильді қосымшасында табылады. Жүктейміз, қолданамыз. 2000 жылдары әзірленген көліктердің есік ашу механизмі осындай. Қазір басқаша.
білесіздер ғой, оны толық ұстап тартасың. Негізі осы ескі мектеп маған ұнайды, өйткені тартқанда қолың былғанбайды да. Кобальттың кілті ұнады маған. Бәк сияқты екен, белгісі бар, 3 батырмасы. Салон жапониялық ескі көліктерді еске салады. 90-шы жылдардың иісі аңқып тұр. Біріншіден, салонның түсі ерекше, сұр. Орындықтары жұмсақ, велюрға ұқсас материалмен қапталған. Қыста жылы, маған мұнысы ұнайды, бірақ жазда ыстық. Бұл объективті минус. Қазір олай ешкім істемейді, синтетикалық жақсы материалдар қолданылуда. Бір USB порт көріп тұрмын, жалпы машинада қалталар өте көп. Қайда мен телефон? Қараңыздар, мына жерге орналастырса болады. Телефонды да қоя саласың. Сол жақта бар. Сол жақта 1 емес 3 қалта, және 0,5 емес 1,5 литрлі құты сияды. Мынау жақсы нәрсе. Кішкентай болса да, шынтақ тірегіштің болғаны жақсы. 12 вольттық адаптер, ортада 3 қалта бар, 1 стақан қойғыш. Саймандар панелі комбинацияланған. Сол жағында тахометр, оң жағында сандық көрсеткіш, яғни жылдамдық электронды болып көрсетіледі. Сұйық отын тұтыну туралы аралас циклда 8,5-9 литрді көрсетеді, трассада 6-6,5. 2021 жыл үшін бұл аз емес және көп те емес деп санаймын. Мультимедиа блогы өте қарапайым, тіпті архаикалы деп айтса болады. Бұрынғы BMW-лерді еске салады. Селектор тұтқасы маған ұнамайды. Кобальттың иелері менімен келісетін шығар. Драйвқа қоятын кезде тартып қаласың селекторды, ол мануалға түсіп кетеді. Автомат қорабымен жүретін адамдар 90% жағдайда мануалды қолданбайды. Элегант комплектациясында 15 дюймдік дисклер, бірақ жарық диодтар ешбір жиынтықта жоқ. Зауыттан тек қана галогендер қойылады. Модель жаңа емес. Бразилияда 2011 жылы шыға бастады. Ал бразилиялықтар қазақтар сияқты дәу қарнымен емес, басқа дене мүшелерімен әйгілі ғой. Сол мүшелерді салонның артқы қатарында сыйдыру үшін жұмсақ диван әзірленді. Орын көп, бүкіл балашаға сыйып кетеді. Бірақ эконом класс көлікте отырғаның естен шықпайды. Арзан пластик, орындық жылыту, климат контроль блогы деген атымен жоқ. Артқы қатарда терезе түсіру батырмасы және диван. B15 D2 моторы өзінің беріктігімен, шыдамдылығымен тұтынушыларды ғана емес, авто сарапшыларды да таңғалдырды. Шынжырдың жетегімен жұмыс істейтін үлестіру білігі басты қатырмайды. Бір сөзбен айтқанда, өзбек бауырларымыз Донс деп атайтын қозғалтқыш жүдә сенімді. Менің Мәскеудегі әріптестерім, авто-ревью газетінде істейтін журналистер 60 000 шақырым тоқтамай жүріп, кобальтты отқа да суға да салған. Артынша мотор майын ағызып, Францияға экспертизаға жіберген ғой, нәтижесі таңғалдырды. Қозғалтқыш майының құрамында қалдықтар өте аз мөлшерде болған. Жүріс барысында байқағаным рөлі топастау, информативті емес, бірақ бұл барлық бюджет сегментіндегі көліктерге тән нәрсе. Гидротрансформаторлы қорабы байсалды жұмыс істеп тұр. Жүрісі комфортты, аспанның энерго жұтымы жоғары ғой өйткені. Бұл көлікте өзіңді төменгі тап өкілі ретінде сезінбейсің, өйткені Бразилияда әзірленіп, Өзбекстанда локализацияланып, Қазақстанда құрастырылып жатқан америкалық бренд моделінің иесісің ғой. Шаһар гүлденіп келе жатқанына қуаныштымын. Шығыс базары дейді, Түркістан арена, театрлар бой көтерді. Бір нәрсені айтайын, Қазақстанда осындай мега құрылыс басталғанда жемқорлық белең алады. Аяқ асты салынып, мерзімі белгіленген ғимарат әсілінде сапалы болмайды. Халықтың ақшасына жаным ашығаннан айтып отырмын. Орталықтағы біраз жерді билік тұрғындардан мәжбүрлеп алғаны жасырын емес. Енді артық қыламыз деп тыртық қылмаса болғаны. Өйткені Түркістанның өзіне тән ерекше бейнесін сақтап қалу маңызды. Соңғы жарты жыл бойы Кобальт бестселлер. Тіпті өзінің кіші бауыры Chevrolet Nexia'ға дес бермей келеді. Елімізде күн сайын Nexia'ның 30 талы, ал Кобальттың 40 данасы сатылуда. 5 сатылы механикамен жүретін комфорт комплектациясы 4 200 000 теңге тұрады. Автоматы бар Optimum деп аталатын комплектациясы 4 890 000 теңге. Қымбат па? Қымбат. Бірақ Кобальтпен бәсекеде барлық аспекті бойынша айдалада қалатын Lada Grantаның автоматы 4 950 000 теңге.
Ал гранта мен таксиде комфортқа өте алмайсың. Біздің түсірілім тобымыздың 2 машинасында бір рациядан бар. Жол жөнекей әртүрлі волналарға түсеміз ғой, құрылысшылардың. Сөйтіп 18-ші этажға пеноблок керек, тезірек бітіріңдер жұмыста деп прикол ұстаймыз. Сөйтіп арасында кейбіреулер танып қояды, сен Олжас емессің бе деп. YouTube каналы бар ғой, Олжас Кизет деген, коллега Кизеттің Олжас Оқас деген бала ғой. Дауыстан танып қоятындай не жейсіңдер, жігіттер? Видео ұнаса лайкты басып жіберейік, арнаға жазылып чаттарда таратайық. Амандық болса, киелі қасиетті Түркістанға тағы келеміз. Макс, кем мінсей? Адаптивті аспасын көрсетем саған. Жып жұмсақ. Жүре ғой. Ей, чу дейм, түйеге не дейді? Құл Ахмет құл болған, жол үстінде күл болған, одан ғибрат алғанның жүрегінде нұр жанған. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Аллаху, 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 Аллах, Аллаху, 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 Аллах.